Бала құқығы асыл қазына. Дүниежүзілік балаларды қорғау күніне арналған әдістемелік нормативтік құқықтық әдебиеттерінің көрмесі. Конституция елдің барлық ережелері жинақталған мемлекеттің негізгі құжаты. Сондықтан ата заң деп құрметтейміз. Бала құқығы туралы конвенция Қазақстан Республикасында 1994 жылы 11 қарашада заңдық күшіне енді. Бала құқығы туралы конвенцияда әрбір адам ұсынылған барлық құқықтарды 18 жасқа дейінгі балалар қолдана алады. Мемлекет әрбір баланың аман сау өсіп жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Адам құқығы бала құқығын қорғаудан басталады. Әркім өз міндеттері мен құқықтарын сақтаса, таразы басы теңесіп, мемлекетімізде құқық бұзушылар болмас еді. Ең бастысы әр адамзаттың негізгі құқығы ол өмір сүру құқығы.